Ұлытауда жетім балаларды 5 жыл бойы құлдықта ұстағандарға қатысты тергеу басталды. Өзінен туған 2 баласын өлтірген жауыз ана үлгілі мұғалім болған. Қоғамның балаларға қатысты зұлымдығына не себеп? Қарастырып көрейік. Кеттік. Күні кеше бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева Ұлытау облысында балалар 5 жыл бойы құлдықта болғанын мәлімдеп, Facebook желісінде жазба жариялады. Ақпанның басында облыстық прокуратура мен қамқоршылықтың мобильді топтарының тексерісі нәтижесінде бір отбасынан шыққан 3 бала, бір қыз және 2 ұл анықталды. Патронаттық отбасы оларды балалар үйінен 2018 жылы балалар 14, 12 және 8 жаста болғанда алған. Ұлдарды қаладан 20 километр қашықтықтағы фермаларында ұстап, мал бағуға мәжбүрлеген. Онда 2 табын жылқы және 18 сиыры бар екен. Қыз колледж бітірген, бірақ іс жүзінде сабаққа мүлдем бармаған. Оқу орындарына үнемі ауырғаны туралы анықтамалар ұсынып отырған. Әрі қылмыскер үлкен қызды егер біреуге шағымданатын болсан, ағаларыңды ешқашан көрмейсің деп қорқытқан. Фермаға барған комиссия мүшелері балалардың жағдайларын көріп шошыды. Денелері көгерген, тыртыққа толы, жүдеу, шаршаған, аш, кір қожалақ, киімдері жыртық. Қамқоршы балаларды қорлап, ұрып, азаптап, құлдай жұмсап 5 жыл бойы балаларға жәрдемақы алып келген. Бұл Закиеваның жазбасы. Бұған қоса жауыздар жақында балалар мекемесінен патронатқа алуға болатын балалардың бар жоғын білген. Демек олар 5 жыл бойы пайдаланған балалардың қатарын толықтырғысы келген. Бүгінде қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілуде. Өзім де 2018 жылдан бері Астанадағы балалар үйінде жұмыс жасағандықтан бұндай оқиғаларды білемін. Әлеуметтік көмекке бола патронатқа бала алатындардың ішінде шынымен жаны ашып, балаға отбасы жылулығын, тұрмыс тіршілігін сезінуге септігін тигізгісі келетіндер бар. Бірақ арам оймен алатындардың бары да рас. Тәжірибемде баланы алып 3-4 айдан кейін баға алмадым, қиын деп қайтарғандарды да кездестірдім. Туған анасына керек болмаған баланы кім керек қылар деген оймен, барар жері жоқ ау деп қысым көрсетіндерді уақытылы анықтау үшін егжей-тегжей тексеріп барып, үйлеріне жиі барса дұрыс сияқты. Бір барғанда көрмей қалса да, құзырлы орган қызметкерлері аталған жағдайды 5 жылдан кейін емес, аз уақытта анықтар ма еді, кім білсін. Балаларға қатысты зұлымдық пен қатыгездікке толы енді бір жантүршігерлік оқиға 7 қаңтарда Түркістан қаласында болған. Жалдамалы пәтерлердің бірінен 2 сәбидің денесі табылған еді. Оған Қызылорда облысы Шиелі ауданының тұрғыны балалардың туған анасы күдікті деп танылып, ұсталды. Жауыз ана ешқандай диспансерлік есепте тұрмаған. Тіпті ұжымда ата-аналар және оқушылармен тіл табысу кезінде жайлы мінезімен ерекшеленетін үлгілі мұғалім болған. Әріптестерінің айтуынша мінезінде ешқандай ауытқу болмаған. Өзі толыққанды отбасы, ата-енесі, жұбайымен бірге тұрған. Демек сыртынан жауызды танып білу мүмкін емес. Бұл жағдайға не түрткі болғаны түсініксіз. Психолог мамандардың ойынша бірінші себеп бала босанғаннан кейінгі психоз. Яки қазір қоғамда аса талқыланып зерттеліп жүрген депрессия. Көп әйелде бала дүниеге келген соң депрессия басталып кетеді. Сондай кезде оны туыстары түсінбей қалады. Мамандарға жүгінудің орнына туыстары тәуіп молдаларға апарады. Не болмаса күніге сенің мінезің өзгерді деп жей бере бастайды. Есін білмейтін барлығына ашулы әйел балаларына сол себепті қол көтеруі мүмкін. Өкінішке қарай бұл бұрыннан бар әрі болып жатқан нәрсе. Екінші себеп Медея комплексі. Медея комплексі дегеніміз әйелдің күйеуінен кек алу үшін өз балаларын өлтіруге деген патологиялық ұмтылысы. Демек бұл келіншек те күйеуіне, олардың туыстарына өкпелі болып, өшін балалардан алуы мүмкін. Бұл ретте бала босанған жас келіншектерге түсіністікпен қарап, атам заманда болған дүниені айта бермей, психологиялық қолдау көрсетуге шақырамын. Арты бұндай қайғылы ауыр жағдайға ұласпау үшін, қоғам бұндай аурулардан айығу үшін жақындарыңызға қарайласып, уақытылы көмек беруге асығыңыз. Қосар ойыңыз болса, видеосына комментарий қалдыра отырыңыздар. Сіздермен болған әдетінше мен Шолпан Сағадат. Қош, сау болыңыздар.